Арқасынан қыран ұшқан, сен ержеткен аймақты, ертеде бір хан билепті, қайсар әрі қайратты. Қартайса да шапқан аттың құлағында ойнапты, қия тартқан мақсатына иек артпай қоймапты. Өз елінің абыройын, қорғанысын, ақыл ойын қайтсем биік көтеремде ойлапты. Бір болса да бірегейлі, хандығына түбегейлі жаңа өзгеріс енгізуге белін мықтап байлапты. Жетіп алмай тоқтамының парқына мынадай бір заң шығарып таратыпты халқына. Кемел ақыл қарттық шақта ғана деп, жастың ісі негізінен шала деп есептелсін. Шалалықтан ел несібі шашылар, сондықтан да барлық билер, қазылар, барлық әскер басылар, ісін мінсіз атқарған, сайлансың тек ақсақалды қарттардан. Жастық шақтың мерейін аттап өтіп, таптап өтіп төс көрлей, оның ұлы мүмкіндігін ескермей, тек қарттықтан бастап ел әңгімесін, лезді ұмытты жас қауым тәрбиесін. Сенімсіздік жұрт қолын байлап алды. Алаулаған жастық от қайда қалды. 25-ке келсе де өз көжесін жылап ішер жасықтар пайда болды. Өзек болар еледі мың дастанға. Енді бүгін мұңына мұң қосқан ба, жау дабылы естілсе бой көрсетті, қорайын алып қашатын жүн бастарда. Балғын гүлдің шаттығын өмірсіз ғып, қайдан шықты бұл мимырт көңілсіздік. Танымастай өзгертіп жіберделді жастық шаққа жасалған сенімсіздік. Ханды тағы сайтан түртіп, ойға келді мынадай. Хандығымның төрт тағандап тұру үшін құламай, қимыл керек, кендемеспіз күштенде. Тағдыр біздің даңқымызды әлде келтеп ішкен бе? Жоқ тоба. Соғыс ашып көрейін, көрші жатқан өзімізден 3-4 есе кішелге. Сөйтіп шырқау көтерейін, пәсең тартқан көңілді. Соғыс ашып көріп еді, тас талқан боп жеңілді. Мұнан асқан қорлық болмас расында. Енді міне 4 уәзірі қасында, қос жанары жылай-жылай суалып, селеу шашы қысқарынған боз жусандай қуарып, жолдас болған тәтті арманы балғын бала кезінен, бірақ күнде балбұл ұшып көзінен, өз кінәсін өз ақтап алалмай, теке сақал уәзірлерін атарға оқтап алмай, тұтқында отыр хан сорлы, сел тасқанда қалт-құлт етіп әрең тұрған аралдай. Күндер қайда, салиқалы сымбатты, соққы болдау бұлғатты. Осы сәтте жеңген елдің ақ сақалды әкімі ханға қарап тіл қатты. Дара шауып кетіп едің сен мүлде, қалай шалым, ақылыңа келдің бе? Жұмбақ айтам, егер тапсаң азатсың, табалмасаң өлдім де. Табалмасаң қанатыңнан сынғаның, тырсып көр, ақылыңда күш болса. Мынау ғана менің саған жұмбағым, не қалады, 12-ден 3 талса. Үміт ойсыз отырған шал қуарып, білегінен алынғандай бұғалық, онда 9 қалады ғой деп күлді. Бәйбішесі ұл тапқандай қуанып. Тапқырлық пен ақыл ой, сынға түскен ұрыста, жолың сенің тағы тартты бұрысқа. Таба алмадың, деді әмірші мысқылмен. Мойныңды даярлай бер қылышқа. Бір жас жігіт алға шықты. Сіздіңше, ең ауыр жаза өлу ме? Ауыр жаза тірі қалып өзінің тауысып бар төзімін, қателігін өз көзімен көруде, және оны түзетуге қолда билік жоқтығына көнуде. Ол әміршім, ойланыңыз әлі де. Ерде, кеш пе, өлім жұрттың бәріне ашары хақ есігін.
Өтінемін, етіңіз бір кешірім. Ханымыздың қасық қанын қисаңыз, мен айтарым бұл жұмбақтың шешімін. Ал айта ғой, деді әмірші, талабыңды шектемен. Балаусаға тас атқанды жек көрем, бердім ұлым тілегіңді, төлеуін қайтар алсаң кеудеңдегі отпенен. Иә, балаусаға тас атқан жан оңбайды, деді жігіт. Жұмбағыңыз күрделі-ақ, әйтсе де, оны жұмбақ деуге болмайды. Заңдылық ол, заңды білмеу зор қайғы. Егер 12-ден 3 алынсақ, ештеңе де қалмайды. Айлар жылдың ұланы, біздің әрбір жылымыз 12 айдан тұрады. 12 айда 3 ай көктем бар екені белгілі. Көктем деген табиғаттың таңғажайып ерлігі. Ол ерліктің даңқын ешкім қағалмайды шеткері. Ал жастық шақ адамзаттың көктемі. Міне, осы көктем нәрлі болмаса, әр тіршілік өз қорегін қажетінше алмаса, айрылмай ма бар мағына көріктен. Онда шырын үмітіңнен қараңдыз. Көктемеде гүлдемесе алмалар мен өріктер, қалған анау 9 айда қандай жеміс күте аламыз одан біз? Қанша налып жегеніңмен пұшайман, бұған қарсы табу қиын күшайда. Қараңызшы, 9 айдың тағдыры байлаулы тұр 3 айға. Оған тіпті жүрмек емес басқа заң. Мұны және жұмбақ санау зор қайғы. Сондықтан да 12-ден ешқашан 3 алуға болмайды. Алған адам мына біздің ханымыздай сорлайды. Кім өзі бұл? Ой қылыш, сөзі мір. Хан түгесіп алардай бар төзімін. Қарап еді, о ғажап, ат қосшысын тани кетті өзінің. Еске түсіп қайдағы мен жайдағы, хан күрсіне бас бармағын шайнады. Бітті, мен өлікпін. Қол бастайтын жігіттерді қорада ұстап келіппін. Сорлаппын-ау, қанаттыға болыппын-ау тар мекен. Әттең, қорлаппын-ау, жігіттерді нарға тең.